Шыңғыс хан туралы бәрін білесің бе? Иә, дүние жүзін дүр сілкіндірген ұлы жаулаушы туралы айтып отырмын. Шыңғыс хан деген оның шын аты емес екенін білемісің? Ұлы империя билеушісі бүкіл әлемде тек бір адамнан сескеніп именген екен. Алдағы 7 минутта біз Шыңғыс ханға қатысты 5 тосын деректі тарқатып береміз. Бүгінгі саяхатымызда 13 ғасырдан жеткен беймәлім моңғол жол көрсетіп отырады. Атын айтқан жоқ, сондықтан бату дей салсақ қайтеді? Иә, солай болсын. Ал кеттік. Жаудың аты. Моңғол империясының негізін қалаушының аты Шыңғыс деп ойлап пең. Жоға, бұл есім емес, атақ, титул ғой. Туған кезінде болашақ билеушіге Темужин деген ат берілді. Бұл да бір өзінше қызық дерек. Әкесі Есугей ұлына өзінің қас жауы татар батыры Темужиннің атын қойған. Ұлы дүниеге келер алдында ғана жауын жеңген болатын. Моңғол есімі де емес қой. Бұл Месси ұлын Криштиану деп атағанмен тең, немесе Бэтмен баласына Джокер деп ат қойған сияқты ғой. Қалай болғанда да Темужин жауларының бәрін тізе бүктірді, бытыраған руларды біріктіріп, ұлы империя құрды. Сол кезде оған жаңа лауазым Шыңғыс хан деген атақ берілді. Титулымен төрткүл дүниеге танылды. Кейін Евразия даласында туған ұлдарға Шыңғыс, Чингиз немесе Дженгиз деп ат қою сәнге айналды. Моңғолияда бірақ олай емес. Ол жақта алдымен бұл атқа лайық екеніңді дәлелдеу қажет. Жеңілмес әскер. Шыңғыс ханның сүйікті тактикасы болмаған. Шайқастарда бір әдісті 2 рет қолданбаған. Қарсыластары бұл жолы не істер екен деп бас қатыратын. Әскерін қақаған қысты азықсыз жауға салса да, олар қыңқ етпестен діттеген жеріне жететін. Сарбазынан шаһар тұрғынының саны көп болса да, кез келгенін бірнеше күнде бағындыратын. Себебі оның әскері әлемдегі ең тәртіпті, ең мықты қол болатын. 15-тен асқан әр ер бала кәсіби жауынгер саналатын. Жаяу әскер болмаған. Әрқайсының аты, қаруы болумен қоса, кез келген уақытта жауға шабуға дайын болуға міндеттеді. Ер адамдарды ондық, жүздік, мыңдық түмен деп бөліп тастайтын. Руы жеріне бөлінбей, бір-біріне бауыр болып өсіп, бірге шайқасатын. Қандай жағдай болмасын, жаралы сарбазды соғыс алаңында тастауға тыйым салынатын. Сондай-ақ соғыс алаңынан қашқан бір қашқын үшін бүкіл бір ондықтың басы кететін. Қақпаға бір доп кіріп кетсе, барша футбол командасын жалақыдан айыру ауыр ма? Бірақ Шыңғыс хан замандағы ережелер әлде қайда қатыгез еді. Шыңғыс хан неге қалаларды ұнатпады? Қаланы аралап, орталықтағы саябақта серуендеп, сүйікті кафеңде дәмді ас ішіп демалғанды бәріміз жақсы көреміз. Ал Шыңғыс ханға қаланың қызықтары өтпепті. Ол Бейжіңнен Самарқанға дейінгі аралықта мыңдаған елді мекен мен жүздеген қаланы басып алды. Бірақ ешбір қалаға кірмеген. Тіпті шайқастың соңын күтпеген. Жеңгеніне көз жетсе, сардаланы бетке алып кетіп қалатын болған. Ханның шайқас алаңын тастап кетуі қаланың қирауының белгісі деп білген бәрі. Шыңғыс хан далада, киіз үйде тұрғанды жөн көріпті. Бұл дәстүрді оның ұрпақтары да берік ұстанған. Тіпті оның немересі, Моңғол империясының ұлы ханы, Юань мемлекетінің негізін қалаушы Құбылайдың өзі қаланың дәл ортасында алтын шатырда тұрыпты. Айтпақшы, Шыңғыс хан кіріп шыққан жалғыз қала Бұқара. Қала жауланбай тұрған кезде ұлы хан жергілікті мешітке кіріп, "Бұл кімнің үйі?" деп сұрапты. Елдің есі шығып қорыққан сонша, келесі қала Самарқан қарусыз беріле салған екен. Ханды өлтіре жаздаған жебе. Елестетші, қыс 1201 жыл. Шыңғыс ханның ең маңызды шайқастарының бірі жүріп жатыр. Қарсы бетте Найман, Меркіт, Қоңырат, татарлардан құралған жау әскері. Оның қатарында кім бар деп ойлайсың? Жабұқа, бала досы, бауыры. Бірақ қазір хас жауы, өмір емес өлім бәсекеге түскен шайқас. Кенет суылдаған жебе ұшып кеп Шыңғыс ханның тура мойнына тиеді. Ауыр жарақат. Хан әрең тынысап тұр. Бірақ аман қалады, тіпті жеңіске жетеді. Келесі күні
тұтқынға алынған жауынгерлерді жинайды. Шыңғыс хан олардың алдына шығып, кеше мені атқан кім деп сұрайды. Әлде бір жас сарбаз орнынан тұрады. Әдемілеп тұрып сазайын тартқызды ғой деп ойладым ба? Бірақ Шыңғыс хан оған тиіскен жоқ. Батырлығы мен батылдығы үшін оны әскербасы етіп, Жебе деген жаңа есім береді. Жебе моңғолша да жебе. Кейін ол Сүбедей, Желмей және Құбылаймен бірге Шыңғыс ханның ең даңқты қолбасыларының біріне айналады. Бұл төртеуі бүкіл Евразияны ашса алақанында, жұмса жұдырығында ұстаған. Айтпақшы, Моңғол империясында тек сарбаздар болмаған. Мәселен, Германиядан тау инженерлерін алдыртқан, ал ханға арналған су бұрқақты Париж шеберлері салыпты. Шыңғыс хан кімнен қорықты? Моңғол тайпаларының басын қосып, алапат империя құрып, көршілес елдің бәрін бағындырған. Бүкіл әлем оның атын атаудан қорқатын дәрежеге жеткен Шыңғыс ханға анасы өлін шатырына келіп тұрып ұрсып кетеді екен. Неге дейсің бе? Мысалы, інісін жазалап ренжітіп қойған үшін. Яғни Шыңғыс ханның өзі анасының сөзі рас екенін және мың жерден күллі жер бетін жаулаушы болса да, шешесінен кешірім сұрап, екінші қайталамаймын деп айту керек екенін білген болып тұр ғой. Айтпақшы, арада 1,5 ғасыр өткеннен кейін Шыңғыс ханның темір тәртібін айна қатесіз қайталаған тағы бір тарихи тұлға бар. Бірақ бұл басқа бір оқиғаға арқау болар әңгіме. Ол туралы көрем десең, ролик дайын. Жазыл, тамашала, пікіріңді қалдыр.